мына билік өздерінің сондай ойбай мына жер сатылып кетіп жатыр, ойбай елді қорғаңдар деген бір өзінің жаңа маймылдарын сөйлетіп қойып, жерді сатып жатқан Қытайдан келген оралмандар деп түсіндіруге тырысып жатыр. Яғни Қытайдан келген адамдар менен, азаматтар менен осындағы жергілікті азаматтарды олардың барлығы сатқын дегенге соған сендіруге әрекет жасап жатыр, және халықтың наразылығын басқа жаққа қарай, басқа арнаға қарай бұрып жатыр. Олай емес. Қытайды, миллиондаған Қытайды Қазақстанға кіргізіп, визасыз режим ашып кіргізіп отырған кім? Ең жоғарғы билік, Қазақстан билігі. Ал қытайларға жерді алуға құжатты ыңғайластырып, қытайлардың азаматтық алуына ыңғайластырып, заңның бәрін ыңғайластырып отырған кім? Ол ең жоғарғы билік, Қазақстан билігі. Ал қарсылық білдірген азаматтар, тіпті ол Қытайды ұрып соқпай-ақ қойсын, өз ренішін әлеуметтік желіде білдірген азаматтарды, оларды елді бүлдіруші, екі елдің достығын бүлдіруші деп оларды соттайды, аузын жабады. Яғни Қытайға бүкіл жағдайды жасап отырған ең жоғары билік, Қазақстан билігі. Сондықтан жаңағы Қытайдың қасында жүріп, тек қана сол нәпақасын, бүгінгі нәпақасын тауып жүргендер, олар емес ең үлкен жау. Олар сатқын, бірақ олар сол жаңағы олардың деңгейі төмен деңгейдегі күнін көріп жүрген ғана сатқындар. Ал енді ең жоғары биліктегі сатқындар осы біздің мына елдігімізді қазір екіталай тығырыққа тіреді, екіталайға әкелді міне. Сондықтан ел болып біз тәуелсіздігімізді қорғау үшін біздің айналамызға топтасыңыздар. Әлімнұр Тұрғанбай біздің азаматымыз, біз қорғауымыз керек. Осы арқылы біз Қытайдың бетін қайтаруымыз керек. Қытайдың бетін қайтарғанда ғана азаматтарымыз да аман болады, тәуелсіздігімізде жеріміз де аман болады. Сондықтан Ата-жұрт партиясының айналасына топтасыңыздар. Біз сіздермен бірге болып, үлкен халық болғанда ғана, санымыз үлкен болғанда ғана біз жеңіске жете аламыз. Әрине, жеңіске жету мүмкіндігіміз жоғары. Біз енді болып қойдық, Қытай бізді басып алды деуден аулақпыз. Бірақ қауіп шындап төніп тұр. Сондықтан Ата-жұрт партиясына мүше болыңыздар, қолдаңыздар, бірлікте жеңіске жетейік. Елдігімізді сақтайық, азаматтығымызды қорғайық. Үлкен жеңісті күндерде кезігейік.